Барлықтарыңызға сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге өте қызықты 3-ші бөлімді түсіріп отырмын. Қалай сабақты 5-ке оқуға болады. Егер сіздерге қызық болса, арнама тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Ал ендеше біз бастаймыз. Видео барысында Instagram парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Instagramда тегін чек-лист беретін боламын. Біріншісі бізде оқу. Яғни сіздер біріншісі мысалы 40 минут оқисыздар деп айтайын. Бір сабақты сіздер мысалы 40 минут оқисыздар, иә? Сосын таймерге кіріп, телефонның часы деген функциясына, сосын таймердің 40 минутқа қоясыздар, сосын стартты басасыздар. Вот. Осы 40 минут ішінде сіз бір сабақты оқисыз. Ал содан кейін 40 минут өтеді, содан кейін уже сізде демалыс, яғни бір сабаққа уақыт арқылы оқысаңыздар, сіздер мысалы уақыттарыңызды үнемдейсіздер және өздеріңізге пайдалы болады. Тексеріп көріңіздер, мен сіздерге міндетті түрде ұнайтынына сенемін. Бұл яғни сабақта белсенді болу. Яғни сіз сабақта белсенді болып, жалпы айтқанда ұстаздардың көзіне түсу керексіз. Белсенді болыңыздар, барынша сұрақтарға жауап беріңіздер. Жалпы сіздер сабақта отырған кезде мына ойларыңызды тек қана сабаққа көңіл бөліңіздер. Себебі ертең болашақта мысалға сол сұрақтан тест келеді или экзамен келеді. Сіз өзіңіздің басыңызбен, яғни жауап бересіз ғой. Не білдіңіз осы тоқсанда, сол арқылы сұрақтарға жауап бересіз. Сол үшін де сабақ үстінде телефон қарамаңыздар. Оның өте пайдасы жоқ. Сіздер мұғалім айтады, ал сол информацияны сіздер ойыңыздан шығарып аласыздар. Сол үшін мен сіздерге айтамын, телефонды сабақ барысында өшіріп қойыңыздар, керек кезде қолданыңыздар. Бір кеңесім, біреуден көшірмеңіздер, яғни біреуден көшірудің қажеті жоқ. Сыныптастарыңыз болсын, тек қана көмек сұраңыздар. Мысалға айтыңыздар, мына есепті мен шығара алмай жатырмын, берші көшіріп алайын емес, мына есепті түсінбей жатырмын деп сұраңыздар. Сол кезде көмектесіп жіберші, түсіндіріп жіберсеңіздер, ол әр адам көмектесуге қол ұшын созады деп ойлаймын. Сол арқылы сіздер өздеріңіз плюс түсініп аласыздар, плюс көшірмейтін боласыздар. Менің ойымша өте жақсы. Қарқынмен жүргізілді. Яғни бұл арқылы мен сіздерге айтқым келгені, сізге апайларыңыз мысалға бір тақырыпты түсіндірген кезде сіздер түсінбей қалсаңыздар, ол мына кітаптан түсіндіреді ғой, дұрыс па? Яғни сіздер кітапты үйге келіп бір рет бәрін басынан бастап оқып шығыңыздар. Сіздер кітапты бір рет оқыдыңыздар, түсінбедіңіздер, 2 рет оқыңыздар. 2 рет барлығын оқып, сосын артында сұрақтар болады, любой кітаптың артында. Сол сұрақтарға жауап беріңіздер. Мейлі апайларыңыз айтпай қойсын жауап берді, бірақ сіз мына кітапты оқып, үйге барып, мына кітапты оқып жауап берсеңіздер сұрақтарға, сіздің өзіңізде түсініп қалыпсыз. Яғни бұл параграф не туралы, мысалға не туралы айтылды, қандай маңызды заттар бар, сол арқылы бәрін білетін боласыздар. Тағы бір нәрсе айтқым келеді. Сабақ барысында мысалға сіздерге бір топта мәтінді оқуға берсе, қалай тез оқуға болады мәтінді. Сол туралы кеңестер бере кетейін. Яғни сіздер мәтінді оқыған кезде ең алдымен сандарға, адамның аттарына көңіл бөліңіздер. Яғни сандарға. Мысалға 1947 жылдан бастап тұр ғасырлар және осындай тірек сөздер болады, кейбір кітаптарда, физикаларда болады, қателеспесем. Сол жерде ең алдымен тірек сөздерге мән беріп, жылдарына мән беріп, адам аттарына мән беріп, қарамен жазуларды кішкене ғана оқып шықсаңыз, сол кезде уже параграф не туралы екені түсінікті болады. Осы әдіс қолданып көріңіздер. Ол пландау. Яғни сіз өздеріңізге ежедневник арнаңыздар, ежедневник қалай жасау керектігін білмесеңіздер, менің осы видеодан көрсеңіздер болады. Ежедневник туралы видеом бар, көріңіздер міндетті түрде. Яғни пландау арқылы біріншіден уақытыңызды үнемдейсіз. Істерді сіз тезірек бітіретін боласыздар. Барынша продуктивті болуға тырысасыздар, яғни айтып келгенім. Отырып, ютубтан видео көріп отырып, бірдеңені жазбаңыздар, конспектті мысалға ше. Себебі ол қателік. Егер сіз мысалға телефонды көріп отырған кезде, сіздің миыңыз вообще мына сабақтың не жазып жатқанын түсінбейді. Вот именно. Сол үшін ең алдымен сіздер бірінші жазып, бәрін оқып түсініп алғаннан кейін ғана бөлек телефон қараңыздар, бірақ былай қарауға болмайды. Осыны есінен шығармаңыздар. Қарасаңыздар, қазір не көп, ақпарат көп. Барлығын қарап, үйреніп алсаңыздар болады. Тіпті түсінбей жатсаңыздар, ұстаздарыңыздан сұраңыздар. Ұстаз, ол сізге түсіндіреді, міндетті түрде. Тек сұраудан қорықпаңыздар. Кейбір оқушылар бар, сұраудан қорқады, бірақ олай дұрыс емес. Сіз ол арқылы ешқашан түсіне алмайсыз.
Бір кеңесім, кейбір адамдар айтады, қиыннан бастап оңайына бару керек деп үй тапсырмасын орындаған кезде, бірақ менде керісінше. Менде оңайынан бастап қиынына бару. Неге? Себебі сіз егер қиынынан алсаңыз, қиын орындауға ұзақ уақыт кетеді. Ал содан кейін оңайына желание болмай қалады. Сол үшін бірінші оңай үй тапсырмастан бастап, қиынына көшіңіз. Вот именно. Сол кезде сіз уақытты үнемдейтін боласыз. Үй тапсырмасын орындау өте міндетті. Мейлі апай тексермей қойсын, бірақ дәптерді жинап тексеру мүмкін. Үй тапсырма арқылы балыңыз да көтерілетін болады. Ол физикалық жағынан да, жалпы айтқанда да дұрыс ұйқы, дұрыс тамақтану. Яғни сіздер таңертең дұрыс ұйықтамасаңыз, дәрістердің сабаққа да желаниеларыңыз болмайды. Яғни сіздер міндетті түрде сағат, мысалға 12-ден кейін дейікші, ұйықтауларыңыз керек. Түнгі сағат 1-ге жүріп, сағат 7-ге тұрып, мектепке барсаңыздар, точно сіздерде вообще сабақ оқуға желание болмайды. Ешқашан. Сол үшін бұл даже сізді выгоранияға алып келуі мүмкін, өзіңізге сенімсіздікке алып келуі мүмкін. Сол үшін оған артық нәрсеге көңіліңізді аудармаңыз, дұрыс ұйықтап, дұрыс тамақтанып, энергияңызды өзіңізде сақтаңыз. Конспект. Яғни конспект жазу арқылы сіз түсінетін боласыз. Конспектті жазған кезде сіздерге тағы да айтарым, өздеріңіздің орындайтын орныңызды дұрыстап, яғни әдемілеп сізге мотивация беретіндей болу керек. Әдемі шамдар қойыңыз, ленталар. Енді Pinterest'тегі жасауға тырысыңыздар, оның өзі сіздерге бір шабыт береді. Бір кеңесім, ол сіздерге демалыс алып оқыңыз. Яғни қалай? Мысалға сіз бағана айтып кеттім ғой, уақытпен оқыңыз деп. 40 минут оқыдыңыз ба? Сіз кем дегенде 40 минуттан кейін миыңыз демалу үшін 10 минут, хотя 5 минут миыңызды тынықтырыңыз, демалыңыз. Далаға шығып келіңіз, 5 минуттың өзінде ми жақсы тынығатын болады. Менің ең негізгі айтқым келгені, бағаш емес, өзіңіз үшін оқыңыз. Я бағанадан бері бұл тақырыпта қалай сабақты беске оқуға болады деп тұр, мен оның бәрін түсінемін. Сіздер ойлайтын шығарсыздар, мынау видеода басқа, видеода былай басқа деген сияқты. Жоқ. Яғни сіздерге айтқым келгені, мына мен айтқан әрекеттер сіздерге сабақты жақсы оқуға ғана емес, өзіңіздің біліміңізді одан әрі күшейтуге көмектеседі. Ең алдымен өзіңіздің басыңызда бірдеңе болатындай білім үшін оқыңыздар. Видеом аяқталды, ұнады деп ойлаймын. Және менің YouTube арнамда тезірек 500 подписчикке жеткізесіздер деген ойдамын. Сіздерге үлкен рахмет, барлық белсенділіктеріңізді көріп жатырмын. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Менің Instagram парақшама тіркеліп кетіңіздер. Осымен всем пока. Мен сіздерді жақсы